Бүгінгі күннің басты жаңалығы ArcelorMittal Теміртаудың орнына қазір Қармет келді. Үкімет ArcelorMittal Теміртау иелерімен барлық келіссөздерді аяқтады. Лакшми Митталдың акциялары ресми түрде Қазақстанның юрисдикциясына өтті. Үнді миллиардері өзінің үлесін сатты. Өнеркәсіп және құрылыс министрінің баспасөз конференциясы турасында. Лондоннан бір ғана сағат бұрын ғана ұшып келдім. Бұл елде ArcelorMittal корпорациясымен артық келіссөз кезеңі аяқталды. Еліміз үшін өте маңызды мәмілеге қол қойылды. Министр келіссөздер барысында ArcelorMittal Теміртау компаниясы Қазақстандағы активтерінің құнын $3,5 миллиард деңгейінде жарияланғанын түсіндірді. Мемлекет 11-ші раундтық келіссөздер нәтижесінде активтердің құнын төмендетті деп атап өтті Шарлапаев. Таңертең брифингке дейінде жаңа инвестордың аты жөні айтылды. Ол Андрей Лаврентьев болды. Қазақстан Steel Group қазақстандық бизнесмен атынан Қазақстан Республикасының өнеркәсіп және құрылыс министрлігі мен ArcelorMittal Теміртау активтерін сатып алу туралы уағдаластыққа қол жеткізді. Новый инвестор возьмет. Бұл келісім бойынша мемлекет тарапынан қаржы құртпадық. Жаңа инвестор барлық шығынды өз мойнына алатын болды. Мәміле шарттары бойынша жаңа инвестор жыл сайынғы 4 тең жарнамен төленетін гарант 450 миллион мөлшерінде кепілдендірілгенге кейінге қалдырылған төлемдерді жүзеге асырады. Сонымен қатар ArcelorMittal Теміртаудың өтелмеген топшілік қарызын төлеу ретінде мәміле жабылған кезде тағы $250 миллион төленеді. Кейіннен 3 миллиардтан астам инвестициялау бойынша міндеттемелерді өзіне алады. Оның ішінде келесі жылы 1,3 миллиард инвестицияланатын болады. Ұлттық банктың қысқа мерзімді кезеңінде инвестор алдында бір қатар міндеттер қойылады. Оның ішінде өндіріс қауіпсіздігі мен экологиялық ахуал көрсеткіштерін түбегейлі жақсарту, өндірісті жаңарту және қайта ұйымдастыру бар. Сондай-ақ кәсіпорын ребрендингті күтуде. Жаңа иесі Қармет атауын қайтарады. Дидар Қалқатайқызы, Наталья Заяц, 5-ші арна.